Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеомызда мысықтың денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мысықтың денсаулыққа пайдасы туралы сіз білесіңіз бе? Мысықтың адамның денсаулығына пайдасы өте орасан зор. Шындығында мысықты жақсы көретін адамдар сирек кездеседі. Мысықты көбіне ауылдық жерде тұратындар асырайды. Ал мысықтың адам денсаулығына тигізер пайдасы өте зор екен. Мысық үйдегі жағымсыз энергиямен күресіп, атмосферасын тазартады. Қара түсті мысық өзге мысықтарға қарағанда адам бойындағы жағымсыз энергияны өзіне көбірек сіңіріп алады. Ақ түсті мысық адамның жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді. Мысық қай жеріңе шығып жатса, сол жердің сыр бергені, сол жерің ауырғаны. Мысық адамның қай жері ауырғанын біліп отырады. Егер беліңізді айналсоқтаса, бүйрегіңіз ауырады. Басыңызға жатса, ол басыңыз ауыратынның белгісі. Ал сол жақ жауырыныңызға немесе иығыңызға жатса, онда жүрегіңіздің жұмысы нашарлай бастағанын білдіреді. Мысық адамның өзіне деген мейірімін сезсе ғана емдеуге кіріседі. Ол үшін оны жақсы көріп, сипау керек. Алайда мысықты емдеуге күштеп көндіру мүмкін емес. Үнемі үйінде мысық ұстағандар оны асырамайтындардан 10 жыл артық өмір сүреді. Жүрек талмасына шалдыққан науқас мысықты бірнеше минут сипаса, оның қан қысымы қалпына келеді. Мысық шаршағанды басып, күйзелістен арылтуға көмектеседі. Мысықтың мауығу кезіндегі шығаратын дыбысы науқасты ультрадыбыспенен емдеумен бірдей болады. Мысықтың дыбысы жараның жазылып, сүйектің өсіп жетілуіне әсер етеді. Жалғыздықты жандар үшін мысық таптырмас ермек. Мысық қожайынына қажет екенін сезсе, оған адал дос бола біледі.